Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі пәнінен бірінші сыныпта бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы «Сен не аласың?». Бүгінгі сабақтың тақырыбына сай оқу мақсаты күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну, сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну және тілдік нормаларды сақтай отырып, түрлі тәсілдермен жауап беру. Таныс сөздерді тұтас оқу. Оқу мақсатына сай бағалау критерийі жасалынды. Сөздердің мағынасын түсінеді, сұрақтарға жауап береді, таныс сөздерді мағынасына қарай қолданады. Бірінші тапсырма. Суретке қара, тыңда, қайтала. Айран, сүт, май, қант, нан, кәмпит, жұмыртқа. Сен не аласың? Мен нан аламын. Мен балмұздақ аламын. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Екінші тапсырма. Суретке қарап, сұраққа жауап беріңдер. Сендерге берілген сұрақ: үстелде не бар? Жарайсыңдар балалар. Ендеше дұрыс жауап бердік пе? Тексеріп көрейік. Үстелде нан, айран, қант, балмұздақ бар. Келесі үстелде май, сүт, шырын, кәмпит бар. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Үлгі бойынша сөйлес. Сен қайда барасың? Мен дүкенге барамын. Сен не аласың? Мен нан аламын. Мына көрсетілген белгіге мұқият қарап, есте сақтаңдар. Аламын, алмаймын. Төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиістісін қойып, сөйлемді толықтырып айтыңдар. Ол үшін суреттің астында көрсетілген белгіге мұқият назар аударыңдар. Олай болса, сөйлемді толықтырып айтып көрейік. Мен аламын, алмаймын. Жарайсыңдар. Әрі қарай жалғастырамыз. Балалар, барлығын толықтырып айтып шықтық па? Жарайсыңдар балалар. Енді сөздікпен жұмыс жасаймыз. Сөздік. Нан, хлеб, bread. Үй жұмысы. Сөздікті қайталап, жаттаймыз. Келесі кері байланыс. Бүгінгі өткен сабақты қаншалықты түсіндіңдер? Бас бармақ әдісін қолданамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.